Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Мынау жар құлағы жастыққа тиместен жарнама қылып жатқан крематория пеші де іске қосылып кетті. Адамдарды өртеуді бастап жіберді. Ал енді бұл крематория пеш деген нәрсе біздің ата-бабамыз мұсылман болған. Ата-бабамыз Расулаллах саллаллаху алейхи вассаламның жолын ұстаған. Аллах субхана Аллах тағаланың Құранын ұстаған кісілер болып келген болса, солардың ұрпақтары, солардың бала шағалары крематория пешке жағады дегенге бұл ешқандай мен көңіліме сыймайтын нәрсе болып тұр. Ал енді бұл жерге көмудің мұсылмандар үшін не үшін керек екені бұл бір азғана біле кетейік. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам айтты, жерге көмілгеннен кейін ол жерде де қияметке дейінгі өмір бар екендігін айтып қойды. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам және десе Құранда аяттарда келді сондай сөздер. Ол енді адамдар ол жерде қияметке дейін өмір сүреді. Және десе Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам тағы да бір хадис келеді. Егерде адамдардың амалдары жақсы болса, онда олардың бетінің ішінен бір бұрышын жәннат қылып береді деді. Егерде амалдары нашар болса, бетінің бір бұрышын дозақ қылып береді деді. Және десе Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам адамдарды көміп болғаннан кейін сендердің достарың сұралып жатыр. Сендер бір түйені сойып, жіліктеп болғанға дейінгі уақытта сендер достарыңды отырып бас жағында Аллах субхана Аллах тағаладан жарылқау тілеңдер дегенде хадистер келеді. Ал енді мынау ешқандай хадис келген жоқ. Сендерді өртеп жатқан кездерде мынаны істейді, шариғатта бар екен өртеп тастау деген біздерде бір да хадис келмеген. Бұл өртеу деген нәрсе біздің жағы шариғатымызға бөтен, қазақшылығымызға бөтен, біздің қазақшылығымызды аяққа таптау, біздің мұсылманшылығымызды аяққа таптау. Сен қазақсың ба, мұсылмансың ба, бізге бешақ дейін, сен өлгеннен кейін аны крематория пешке кіргізіп қоямыз деп, өртеп тастай саламыз деп, мінекей крематория пешті айтқандарынан қайтпастан без беттікпенен сол крематория пешін бастап кейбір адамдарды өртей бастады. Ал енді кейбір адамдарды өртей бастаған болса, бұлар не деп жатыр десеңізші? Жердің тапшылығынан біз крематория пешке адамдарды кіргізіп өртеуді бастадық дейді. Қалайша жер тапшы болады енді? Бұл әлем бойынша жердің көптігінен біз 9-шы орын алады екенбіз да. Қалайша енді осы жер жетіспей жатыр? 2 метр жерді бермей қою деген, бұл деген не десе болады енді? Халықтарға деген қанаушылық, тірі кезінде үй салып алатын жер бермей қойды. Өлгеннен кейін көміліп жатып алатын жер бермей қойды. Бұл барып тұрған ұлтшылдығын басым сыну, дінін басым сыну, дінін жағы аяғымен тепкілеп өту деген сөзді мен солай деп түсінемін. Крематория пеші біздің мұсылманшылыққа еш сәйкес те келмейді, тура да келмейді. Сондықтан мен крематория пешке тағы да қарсымын.